Сен менен жасырып, көп ақшаңды ауылдағы шешеңе асырып отырсың. Маған берген ақшаң неге жетеді дейсің? Ары тартсам бері, бер тартсам ары жетпейді деп бастады Маржан әдеттегі гөй-гөйін. Тағы да бастадың ба? Қашан осы үйде тыныштық болады екен, а? Деген Қасен әйеліне жақтырмай қарады. Алдымен өз бала-шағаңды жарылқап алмайсың ба? Үйде тамақ пісіретін ештеңе жоқ. Бәрі таусылған, бірі таусылса бәрі де құриды. Май, картоп, пияз ештеңе жоқ үйде. Бүгінгі тамақ жоқ, аш жатасыңдар. Ей, кеше ғана бердім ғой ақша. Қайда кетті? Алмадың ба продуктыңды? Ол неге жететін еді? Көйлек пен сумка алдым. Бейшара ұқсап отырысқа бір көйлекті кие беремін бе? Берген азғана ақшаңды міндет етпеші маған, деп Маржан без-без етеді. Көйлекке тоймайды екенсің сен. Мынау шкафың толып тұр ғой. Көйлекке толып тұр, деген Қасен сұқ саусағымен шкафты көрсетті. Қойшы, олардың бәрін подружкаларым көріп қойған. Көйлегіңді пісіріп жей енді. Маған не дейсің? Маған бәрібір. Мен диета адамын. Өзімнің тапсырыспен алған ПП тамағым бар. Балаларың аш қой, аш. Анау-мынау тамақты да жей бермейді бұлар құрғырлар, деген Маржан әлі бұрқылдап сөйлеп отыр. Қасен қалтасынан 20 мыңдықты алып, әйелінің бетіне лақтырды. Мә, картошка пиязыңды ал. Тамақ пісір тезірек, деді ұнатпай. Ақшаны көрген келіншектің көзі жайнап кетті. Қабағы жазылып, орнынан ыршып тұрды да күйеуінің мойнына асылып, "Жаған, кеш болып қалды ғой. Магазинге барып, анау-мынау алып, үйге келгенше тамақ піскенше түн ортасы болмай ма? Одан да кафеге бара салайықшы", деп қиылды. "Қойшай, күнде-күнде қандай кафе саған? 2 күн алдын ғана бардың ғой. Продукт ал үйге", деген Қасен мойнына оратылған келіншегінің қолын қағып тастады. "Пожалуйста, барайықшы кафеге. Ақпатшам менің, арыстаным менің, жаным менің", деген Маржан күйеуін еркелетіп, ол жақ бұжағын түртіп тиісе бастады. "Кетші, а, продуктыңды ал да тамақ пісір тез. Жұмыстан шаршап келдім, қарным аш". Күйеуін қайта құшақтап, ернін дүрдиткен Маржан, "Төй, сенде бір, жүрші спальниде, сенде шаруам бар. Интернеттен күшті нәрсені оқыдым, ол саған ұнайды", дедім көзін қысып. Әйелдің қулығы артылсын ба? Ғаламтордан оқығаны, тоқығаны бар. Біраз нәрсені үйренген ғой. Егер әйелдің қарым-қатынасы жайлы, күйеуге қалай айтқанды істетуге болатындығын оқып, сауат ашылып еді. Сол әдісті қолданып көрген 2-3 рет тіске асқан. Қазір де дегеніне жету үшін бар айласын ортаға салмақшы. Дәл қазір халатының сырмасын ағытып бұралып, қылық көрсетіп тұрған қылықты әйеліне ашулану мүмкін емес еді. Қасен басын шайқап, "Тентек шығарсың сен қатын", деп еріксіз күліп жіберді. Күлді дегені көнді деген. Күйеуінің сырына қанық, халатын шешіп лақтырып жіберген Маржан бөксесін бұлтыңдата барып, шкафтан сыртқы киетін әдемі көйлегін алды да, кафеден келген соң, балалар ұйықтаған соң, көзінің отын шығарамын деп жымиып қойды. Қасен қабағын қайтадан түйіп, "Барсақ барайық кафеге, бәрібір бүгін тамақ пісірмейтін түрің бар. Сені күтсем аштан өліп қалармын", деді. Олар бүгін де тәмханадан тамақтанды. Жатын бөлмедегі түнгі тірлігі де керемет болды. Маржанның күйеуінің есінен тандырып тастады. Бір-біріне қайтадан ғашық болып, айқасқан құшақпен таңды атырды олар. Бірақ таң атып, тіршілік оянғанда күйкі тірлік тағы да күйдірді ғой Қасенді. "Подружкамның туған күніне мынанша ақшадан жинап жатырмыз. Ақша тастап кет, үйге продукты да алуым керек", деп көзі мөлиіп отыр келіншегі таңғы шай үстінде. "Өткенде беріп едім ғой, подружкаңның туған күніне. Не деген бітпейтін подружка осы", деді Қасен шайына қақала жаздап. "Ол ақша кететін жағына кетті. Интернеттен крем заказ етіп едім. Скидка болып жатыр екен". "Крем денің сау ма сенің? Біреудің 1 айлық ақшасы тұратын қандай крем ол? Подружкалерің бәрі алып жатыр. Осы мен-ақ бейшара болып, неге сонша сараңсың маған келгенде? Маған келгенде тиын санап қаласың осы. Подружкалерімнің күйеулері ондай емес қой. Ақшаларын түгел әйелінің қолына береді. Сен болсаң, нанның өзіне ақшаны тіленіп әрең аламын. Анау пәленше құрбымның күйеуі сен сияқты ақшаны орып таппаса да, әйелін қуыршақтай жасандырып қойған. Күнде сыйлық жасап тұрады", деп Маржан көз жасын сығып алды. "Сен мүлдем қанағат жоқ екен. Тиіп ал сонда, сол подружкаңның байына", деген Қасен әйелімен ары қарай сөз таластырып отыра алмады. Сыртқы есікті қатты жауып жұмысына кетті. Қасеннің кейінгі кезде жүйкесі тозып жүр. Әйелі мен анасы екі жақта түтіп жеп, түгін қалдырмайтын шығар жақында. Екеуінің де араны күннен күнге ашылып барады. Мұны бір ақша өндіріп шығаратын зауыт деп ойлайтын сияқты. Маржанның пейілі белгілі. Ақшаны ауылға, бауырларына жібергенше маған жұмсасын деген пендешілігі бар. Сол үшін де мұның тапқанын көзіне қарамай, оңды солды шаша береді.
Ал анасы ше, ол түсіну керек қой. 2 күннің бірінде хабарласып, ақша салып жібер. Сен әйеліңмен жалғанды жалпағынан басып, тайраңдап жүрсің. Бауырларыңа қараспайсың ба? Құдай оларға бермеген несібені бір саған үйіп беріпті. Бауыр деген көмектесу керек. Үйге де анау керек, мынау керек деп үнемі жоғын жеткізіп отырады. Жай ғана хабарласып, жағдай сұрау деген жоқ. Телефонды алғаннан мынанша ақша салып жібер, пәленше өйтіп қалыпты, түгенше бүйтіп қалыпты деп сайрай жөнеледі. Анасы басқа перзенттерін жарылқағыш, тек мұны емес. Қоя тұрыңыз, қазір ақшам түспей жатыр десе ұрсады ғой, кәдімгідей ұрсады. 2 сағат уағызын айтады. Сен бай болған сайын пейілің тарылып барады. Мені сұратпай-ақ өзің салып тұратын жөнің бар ғой. Алла біздің әулетімізге несібені сен арқылы беріп отыр. Қай жерден шыққаныңды, кім екеніңді ұмытпа балам. Кең болсаң, кем болмайсың. Бауырларыңды жарылқап, ата-анаңның алғысын алған сайын ісің алға жүреді. Мені наразы қылма, балам, дейтінін қайтерсің. Миллионердің шықпай жүрген жаны-ай, олар қалай жүр екен, айналасында таланып қалмай. Кішкене қолы жүріп, тірлігі дөңгеленіп еді, туған туыс, дос-жарандар қаумалап кетті. Әрқайсысы әртүрлі желеулерін желбіретіп, ақша сұрағыш. Мейлі ғой олар, ең жақын жанашыр деген жандардың өзі мұны тек ақша шығаратын зауыт ретінде қарайтын болыпты. Түсінігі мол деп, ақылына ғашық болған Маржанның іс-әрекеті ше, неге ол күннен күнге өзгеріп барады? Бір емес, 10 еркектің тапқан табысын бір өзі тауып, оның аузынан шыққан дүниесін әперіп, қыдыртып, көңілін қарабақ жүр. Неге тапқан табысының берекесін кіргізіп, рахмет айтып, тыныш отырмайды? Ақшаны қалай жаратуды білмейді. О баста табысын түгел әйелінің қолына ұстата салатын. 100 мың теңге болса да, 1 миллион болса да, Маржан бір-ақ күнде құртады. Ертерек жарату бар мақсаты. Ақылмен жұмсаса мейлі-ау. Бірде пирамидаға кіріп кетіп, енді бірде ғаламтордың алаяқтарына алданып, миллиондарды жер жұтқызған. Мен де сауда жасап көрейін деп, әжептәуір қаржыға тауар алып, онысы тұр үйде өтпей. Не болса да әйтеуір ақшаны құрту керек. Үйде артық ақша тұрса болмайды. Тиынына дейін қалдырмай жұмсап тастайды. Сол үшін де бұл күнде оның қолына артық ақша ұстатпайды. Маңдай термен тапқан әр тиынның өз есебі бар емес пе? Ал әйелі білмейді қадірін. Жанына жалау болар деген анасының өзі мұның жанын жеп барады. Жұрттың бәріне жаны ашиды да, оған келгенде мейірімі қатып қалған сияқты. Осы баламның жұмысы не болып жатыр екен, сонша ақшаны қалай тауып жүр деп ойламайды. Келініне тақасып, мұның бар табысында билік жүргізгісі келеді. О тоба, келін ененің топырағынан жаралған деген рас-ау. Өткенде ауылға барғанда шешесі, пәленшенің күні бір айлыққа қараса да, анасын сыйлап, 2 қолына да жуандығы білектей қазақша алтын білезік тағыпты. Сен әперген мынау 2 білезік оның алдында жіп-жіңішке тым жұтаң көрінеді екен. Ұялғаным-ай деп отыр. Шешесіне жұрттың баласы үлгі болса, әйеліне жұрттың күйеуі үлгі. Не істесе де анасы мен келіншегінің көңілінен шықпай-ақ қойды. Әйтпесе сол жуан білезіктердің жүзін әперетін ақша беріп тастаған осы күнге дейін. Бұл күнде ауылдағы үйге де барғысы келмейді. Барғаннан анасы сол әдетіне басып, сені әйелің билеп алған әбден, қалада қақаңдап әбден бетімен кетті ғой ол, деп келінін сыртынан жамандап отырады. Маржан қалсын ба, ол да енесін сырттай сыбайды әбден. Жұлдыздары қарсы екеуінің, татуластыра алмай-ақ қойды екеуін. Бір-бірін көрсе, шеке бастары тырысады да қалады. Сөйткен екеуі бір-бірінің жүйкесін жұқарту үшін бар өштерін Қасеннің тапқан табысынан алып жатқан сияқты. Бір тиын болса да бір-біріне өтіп кетпеу үшін ақша жұмсауда жарысқа түсіп жанталасуда. Миллиондап тауып жатқан табысының да берекесі кірмей жатқаны сондықтан. Біраз ақша жинап, пәтердің құжаттарын реттеп алу керек еді. Сәкеңнің берген уақыты да таяп қалды. Қанша тауып жатса да, құмға сіңген судай жоқ болуда. Қалай жинауға болады ақшаны? Көлігімен келе жатқан Қасен терең ойға шомып кеткені соншалықты бұрылыстан шығағы келген көліктен қашып үлгере алмады. Ол қара түнекке құлдилап бара жатқанын біледі. Арадан бірнеше күн өтті. Баламның басын жалмаған жалмауыз, сенің тар пейіліңе көрінді, сен оның түбіне жеттің, деп еңіреген Жазгүл апа келіні Маржанға таптап беруде. Маржан бұрышта отыр, қаққан қазықтай тырп етер емес. Неше күннен бері нәр сызбай, уайымнан жүдеп кеткен, бетінде қан сөл жоқ. Енесімен айтыспақ түгілі жылауға да мұршасы келмейді. Тірі өліктің кейпіне енген. Сенсіз өмір сүре алмаймын, мынау шулаған адамдардың бәрі кетсін, мен де сенің қасыңа барамын. Шыдай тұр жаным, деп ой қуалап отыр өз-өзімен.
Қасен көлігімен суға батып өліпті деген суық хабар аралаған ел ішін. Суға батқан көлікті тапқанымен денесін ағыны қатты су ағызып кетіпті деп жүр бәрі. Ауылда сырттай жаназасын шығарып, қырқында беріп тастады. Марқұмның Жазгүл апаның жанары жастан құрғайтын емес. Ертелі кеш тек жылай береді. Болған жағдайға әйтеуір біреуді кінәлау керек сияқты. Келініне тисе беретін айналып келіп. Мен көзіңізге көп көрініп жатсам кетейін, онда ұлыңыздың артынан деп өткенде сарайға барып асылып қала жаздаған. Әрең тірілтіп алып еді, содан бері келініне сөйлемейтін болған Жазгүл апа. Маржан күйеуі кеткен соң өзін шөл далада жалғыз қалған бір тал гүл сияқты сезініп жүр. Айналасы шөл дала, жел аптап ыстық. Жанын күйдіріп барады. Күйеуіне деген сағынышын шөлдетіп, тіршілігі күннен күнге қурап бара жатқандай. Қорғаны да, қамқоры да, арқа сүйері алып қамалы да Қасеннің қадірін неге білмеді екен? Неге оны ренжітті екен? Жаным-ау, еркеліктен есірген мен ақымақты кешірші. Көп ренжіттім сені, кешірші, деп іштей күбірлей береді. Жазгүл апа да, әулетіміздің тіреуі өзің едің балам, сенсіз күніміз не болады енді? Баламай, екі құлыныңды кімге сеніп тастап кеттің? Баламай, алдыңды айыптымын, көзің тіріңде қинап қойдым-ау сені балам, риза болшы анаңа, кешірші мені деп күбірлеп отырады, ешкімге естіртпей. Бірақ ене мен келінге келген жаза мұнымен ғана шектелмеп еді. Тірі жан тіршілігін істеу керек. Кешегі көкіректері аспандаған енеме келіннің бүгіні жағдайлары мүшкіл. Момысып қалған екеуі де. Бірінің жағдайын бірі түсінеді. Бірнеше күннен кейін Жазгүл апа келіні мен немерелерін қалаға шығарып салып тұрып, байғұс-ау, қалада қалай күн көресің енді? Екі балаңды қалай асырайсың? Мен ғой мейлі, асарымды асап, жасарымды жасадым. Төрімнен көрім жақын. Саған обал болды ғой. Мә, Қасен әперген мынау білезіктер мен алқанын сат та ақшаға айналдыр. Жұмысқа тұрғаныңша талға жау етерсің деп түйіншекке алтындарының түйіп беріп жатыр келініне. Рахмет апа, мен енді осы екі бала үшін өмір сүруім керек. Қасеннің тастап кеткен аманаттары ғой бұл. Осылар үшін мықты болуым керек енді, апа. Сіз де көп ойлана бермеңіз, деп қояды Маржан. Келіні мен немерелерін бір Аллаға тапсырып, қалаға шығарып салып еді Жазгүл апа. Бірақ бір күннен кейін Маржан еңіреп қайта келіп тұр. Мен көшеде қалдым апа. Біздің баспанамыз жоқ екен ғой. Қасен бізге айтпапты. Үй Сәкен деген кісінің атында. Үйдің егесі сол кісі болып шықты. Сәкен ағайдың алдында Қасеннің үлкені қарыздары бар екен. Сол қарыздардың толығымен құтылса ғана үйді Қасеннің атына аударып беремін деп жүр екен. Апа, мен не істеймін енді? Көшеде қалдым ғой. Біздің үйіміз жоқ, деп жылаған келін жұбатуға сөз таппады Жазгүл апа. Расында да жағдай солай болып шықты. Бұлар жабылып жүріп, сабылып жүріп, пәтердің әлегімен алысып көрді. Бірақ пәтердің заңды иесі Сәкен болғандықтан заң да сол кісіні қолдады. Амал жоқ. Маржан өзі жинаған дүниесін жүк көлігіне артып, ауылға енесінің үйіне көшіп келді. Бір айналдырса, шыр айналдырады деп те бекер айтылмапты. Бұл әулеттің бақ берекесі Қасенге қонған екен. Онымен бірге бақта тайып тұрды. Бұлыңғыр болашақпен бірге бұл әулетке жоқшылықта жол алды. Қасен бар кезде аста төкте дәуреннің көздері бұл ұшқаны да қашан. Жазгүл апаның 4 перзенті бар, 2 ұл, 2 қыз. Қасен екінші перзенті, үлкен ұлы бала-шағасымен алыс қалада тұрады. Қызмет бабымен кеткен, бір қызы тұрмыста, өзімен өзі, үйде бойжетіп отырған қызы бар. Кемпір шалға қарап отырғанда сол қыз. Бұл шаңырақтың тіршілігіне енді Маржанды қосылды 2 баласымен. Кемпір шалдың зейнетақысы асырап жатты бәрін. Қасеннің дәуірінде ақшаны көзіне қарамай жаратып үйренген олар енді үнемшіл болуға үйренуде. Әр тиын есепке алып, келесі айдың зейнетақысына жеткенше үнемдеу керек. Бірақ тәтті тамақ жеп, киімнің қымбатын киіп үйреніп қалған оларға оңай соқпауда. Әсіресе Маржан қатты қиналуда. Лажсыздан сүйретіліп жүр. 2 баласы үшін. Қасенмен өткен қаладағы ғұмыры жұмақ екен ғой, жұмақ. Ойласа ол күндері түс сияқты. Көзін жұмып, сол тәтті түсін қайта көргісі келеді қаладағы. Қызылды жасылды, жалт-жұлт еткен өмірін аңсайды. Алақанды аялаған Қасенін сағынады. Қиналып жүр. Жазгүл апа да 2 күннің бірінде көз жасын көлдетіп отырады. Ұлын есіне алып, сұрқы қашқан сұп-сұр, сұрықсыз күндер өтіп жатты. Әйтеуір, сондай күндердің бірінде бұл отбасы тағы да оңбай тағдырдың таяғын жеді. Шал кемпір тұрмыстағы қыздың үйіне қыдырып кетіп еді бұл күні. Үйдегі қыз жігітімен кездесуге кеткен. Олар жоқта Маржан үй тірлігіне қолы бармай, төсегінде қайғысын езіп жатып,
мызғып кетіпті. Балалардың бақырған даусынан оянғанда бәрі де кеш еді. Үйдің айналасын қызыл өрт орап алыпты. Бұл тек екі баламен сыртқа қашып қорғануға да үлгерді. Сіріңкемен ойнап еді екі бала. Лап еткен өрт бір сәтте-ақ қара шаңырақты жұтып қойды түгелімен. Өрт сөндірушілер де көрші қолаңдарда лапылдаған өртті сөндіріп үлгере алмады. Көзді ашып жұмғанша үлкен үйдің қарайып тек қаңқасы ғана қалды. Сонша жыл жинаған дүниесінің түп-түгел жанып кеткенін көрген Жазгүл апа шашын жайып жіберіп жылады. Отыра қалып, жер тырмалай берді саусақтарымен. Тырнақтары қанталап кеткенін де байқамайды ол. Еңіреп отырып, арты жоқтауға айналып кетті бір кезде. Қасенін жоқтап кетті ғой. Кімді кінәларын да білмейді. Өз басын өзі тоқтатпай береді. Ал қайната бұл күйіктерді шыдамай, жүрегін ұстаған күйі сол жерде құлады. Қасеннің кеткені онсыз да оңдыртпап еді. Қаны қысымы жиі көтеріліп, жүрек түсін уқалай беретін ұлынан айырылғалы. Бірінің артынан бірі тоқпақтаған күйік әкейдің жанын алып тынды ақыры. Аз уақыттың ішінде барынан айырылған Жазгүл апа бұл жағдайлардың бәрі өзінің басынан өтіп жатқанына сенетін емес. Жаман түс көріп жатқан сияқты, оянып кетіп, сол баяғы мамыражай, жап-жақсы күндеріне қайта оралатындай болып жүр. Қайдам, шалының жаназасын ағайын көрші қолаң жабылып жүріп өткізді. Мүмкіндігі барлығы жақсы көмектесіп те жатыр. Бірақ ары қарай күндері не болады? Қалай өмір сүреді? Қашанғы туған туыстың үйінде жүреді шұбырып. Үйді қайта көтеру де оңай емес. Нағыз жоқшылықтың не екенін ене мен келін енді түсініп жатқандай. Басы артық, ауыстырып киетін көйлек көншікте жоқ бұларда қазір. Бәрі өртке оранған. Түріктің таза көйлегін кимесе, басының сақинасы ұстайтын Маржан қазір абысындарының ескі қалатын киіп жүр. Астына 6 қабат көрпеше төсемесе, белі сыздайтын Жазгүл апа өзі үйінде жай ғана текеметтің үстінде жату арман болып қалды. Иә, өз үйінде, тықыр текеметтің үстінде, кісі үйінде емес, кісі үйінде жүріп, үй иесінің қас-қабағына қарап өмір сүруде оңай емес. Туған бауыры болса да, олардың да қайнап жатқан өз тіршіліктері бар дегендей. Ене мен келін басқаның есігінде жүріп, сырлас мұңдас жандарға айналған. Анау жақтырмай жүрау деймін. Мынаның бүгін бір қабағы ашылмай-ақ қойды ғой. Тамақтарын қызғанып отыр дегендей өсектерін сыбырласып жүріп айтып алады. Қой, бұл жүрісіміз болмас. Дәл қазір солай етпесек басқа жол жоқ. Мен қызды алып, қаладағы үлкен ұлдың қолына барайын. Сен төркініңе бар, балаларыңды алып. Өз әкеңнің үйі көкірегіңнен итере қоймас, деді бірде Жазгүл апа. Маржан не десін, басқа жол жоқ. Төркінінде өгей шешенің ызғары тоңдырса да, әкесінің шаңырағы ғой, қайда барады басқа. Кешегі күн бірін-бірі күндеген, екі ортада Қасенді жүндеген ене мен келіннің жолы осылайша уақытша екіге айырылды. Әкесінің үйіне келген Маржанды дегеннен өгей ананың табасы жүнін жықты. Өзінен де бар ғой, Қасеннің дәуірінде шалқап жүргенде талай көңілін қалдырып еді өгей анасының. Бір орамал әперіп, сыйлық жасауға лайық көрмейтін оны. Көкірегі кердейіп, төркініне келген сайын жаңа алған дүниесін мақтанып, одан қалса ақыл үйретіп, үйдің берекесін бұзып кететін. Сол кезде өмір бойы осылай шалқып тұрамын деп ойламапты. Бір келгенінде суықтау қарсы алған өгей анасының бетінен алған. Шапылдап екеуі ұрсып еді сол кезде, бет көріспейтіндей болып. Анасы бір жасында бақилық болған Маржанның 6 жасында әкесі өзгеге үйленген. Аса бір қатыгез, қағылез болмаса да, енді мен сенің мамаң боламын деп күлімсіреп құшағына басқан бөтен әйелдің уақыт өте өгейлігін көрген. Өзі солай ойлайды. Көңіл жарым ғой. Әйтпесе тентектік жасаса, өз анасы да ұрсатын, тіл дейтін еді. Өз анасы таяқтаса да білінбейді. Ал өгейдің қату қабағының өзі жүз дүреге тең емес пе? Титтей нәрсене көңіліне алғыш, күдікшіл, өкпелегіш болып өсіп еді Маржан өз үйінде. Кейінгі бауырларынан әке ықыласына қызғанатын, өтпелі жасында да талай өнерін көрсетті емес пе? Қыз болып, үй тірлігіне қолғабыс жасаудың орнына өгей болғаным үшін мені жұмсай береді деп ерегісіп жатып алатын. Әкесіне жамандап екеуін талай ұрыстырып еді. Жолы болып тұрмысқа шығып кеткен төркініне қайта ісі түспейтіндей марқайып еді, шалқайып еді. Міне сөйткен Маржанымыз екі баласын ертіп, төркінінің табалдырығында тұр. Бұрынғы Маржан мен бұл Маржанның айырмашылығы аспан мен жердей. Бірақ көңілі әбден қалған өгей ана ендігі жерде оны құшақ жая қарсы ала алмады.
азып тозып кеткен бейшара хәлін көрсе де аяушылық сезімі селт етпеді. Титтейінен аяп, аяққа тұрғызып, ұясына ұшырып еді. Рахметі жоқ, есірген қызға деген мейірімі мұз болып қатқан екен бұл күнде. Түсінуге тырысып, қыздың көңілі үшін өтірік күліп, өтірік жылы қабақ таныта алмады. Сұп-суық, мұп-мұздай жанарын қадағанда Маржанның жан дүниесі үсік шала жаздады. Жазгүл апаның да үлкен ұлы Тұрсынның үйінде жүргеніне біраз уақыт болды. Алғашқыда жақсы-ақ еді, бірақ күндер өте ол мінез көрсете бастады. Алыстан сыйласып, сыйлы болып жүр екен бір-біріне. Үлкен келіні момын, жақсы, жағдайын жасап үндемей жүр. Артық сөзі жоқ, не болса да ішінде енді. Мейлі, жылы қабағына рахмет, бұл келіннің. Күйдіргенде ұлдың өзі күйдіріп жатыр. Кішкентайында кірпияз еді. Сол мінезі тым күшейіп кетіпті. Қасені ғой елгезек, ақ көңіл болатын. Оның бар еркелігін көтеретін. Ал үлкен ұл бір түрлі, томаға тұйық, ашылып сөйлеспейді, жағдайды сұраспайды. Дөрекілігінде танып қояды анда-санда. Әсіресе қызы, яғни оның қарындасы тұрмысқа шыққанда дүлей дауыл тұрғызды. Бар шығын соның мойнында жүктелді емес пе? Қолы қалтырап, әр тиынын санап, есеп алып, Жазгүл апаның желкесінен шығара жаздаған. Несие алып, қарызға батып, кенже қызды күйеуге әрең ұзатып еді-ау. Кейін де қарызға батқанын, несиені төлейтін уақыттың таяғанын айтып, күңкілдей беретін болды баласы. Сол тыныш болсын деп, зейнетақы ақысы түсіп тұратын карточкасын бере салған. Өзі тиынсыз қалды. Маған ештеңе керек емес, маған тек тыныштық керек. Қара су ішіп, қатқан нан жесем де, тыныштықта өмір сүрейінші, үйіңнен қуып шықпасаң болды балам, деп еді Жазгүл апа. Басқа түссе баспақшыл, кешегі Жазгүл апа мен бүгінгі Жазгүл апаны салыстыруға келмейді. Тұрсынға бір ауыз қарсы сөз айта алмай, қас-қабағын бағып, жаутаңдап отырғаны. Ол үйде кезде тіпті еркін тыныстай да алмайды екен. Қасенді ашса алақанында, жұмсақ жұдырығында ұстап, сығып сілікпесін шығарып алатын. Ал мына ұлдан жасқанады. Неге? Өзі де түсінбейді. Мүмкін бірінің артынан бірі келген қайғы әбден жігерін жасытып тастаған болар. Солай ғой, барар жері болса, бұл ұлдың үйінде бір күнде тұрмайтын еді. Безіп кететін, бірақ қайда барады? Төркінімнен кетіп қалдым. Білесіз ғой, ол жақтағы жағдайды деп тұр келіні. Ой, байқұс-ау, бұл үйге қара басы әрең сыйып жүргенде, бауырының екі баласын сыйдыра қояды ма екен Тұрсын? Туған анасын бағуды салмақ көріп отырған ол бұл екі жетімекті жарылқай қояды ма екен? Солай ойлағандай-ақ болды. Балаларын бізге тастап, өзі байға тимекші ме? Итті иесімен қинасын, апарып тастаңыз балаларын. 2-3 күннен кейін қызыңыз онсыз да қарызға батырып кетті мені, деп қоңқ ете қалды баласы. Жазгүл апа осы күнге дейін тілін тістеп келді. Мұнысын ерте артық кеткендік, үнсіз қала алмады. Оу, аспаннан салбырап түсе салған қай жердің дәуісің сен, жүгермек. Үндемеген сайын шектен шығып бара жатсың ғой. Мен мейлі, ертең өлермін. Ал мыналардың жазығы не? Тас бауыр неме? Сенен басқа кім жарылқайды бұларды? Жалғыз ініңнің ізінен ерген тұяқтарын тентіретіп қоймақсың ба? Көргенсіз бәле, ары үндемеймін, бері үндемеймін, не істейді екен деп. Сол жалғыз інің емес пе? Кредитіңнен құтылуға көмектесіп, көлігіңді әперген. Сол інің емес пе? Талай күніңе жараған. Ініңнің алдында қарыздарсың сен. Қарыздарыңды өтеуің керек. Бағасын балаларын. Бұл екеуінің қуатын болсаң, мен де кетемін үйден. Ойпырмау, тым тас жүрек пе едің соншама? Әке-шешеңе, бауырларыңа, Қасен сияқты жақсылық жасасаң, не болады екенсің деп барылдаған даусымен үйдің ішін басына көтере айқайлады ұлына. Тұрсын міз қақпай отыр. Шешесінің бір сөзінде селт етпеді. Бейнесі темірдің үстінде адам терісін жауып қойғандай. Бауырының балалары мен анасының зарына жібей қоймады. Шамалсыз үнсіздіктен соң, мама, менің миымды ашытпаңыз, онсыз да жұмыстарымен басым қатып жүр. Ертең алып кетсін балаларын, деді. О, сорың құрғыр, сорлап қалғыр неме, өз ұлымның көзіне күйік болып, түрткісіне шыдағанша көшеге тентіреп кеткенім артық, кетемін, деген Жазгүл апа Қасеннен қалған екі ұлды жетектеп сыртқа қарай беттеді. Ал енді қайда барсын? Қуыс кеуде ұлының үйінен безіп шықты. Өзі ғана емес, жетегінде титтей немерелері Маржанға хабарласты. Ол айтқан мекенжайға барса, біреудің есігінің алдындағы ескі времянка үйді жалға алыпты. Жерге шөккен кепе там, сырты үгітіліп құлағалы тұр. Шама осыған келді. Пәтерлер қымбат. Айлыққа ілініп алғанша пана етіп тұрайын деген едім.
деген келініне Жазгүл апа. Аш құлақтан тыныш құлақ, Құдай күнімізді біреуге қаратпасын деп жеңіл күрсінді. Соны айтыңызшы деген Маржан енесі мен балаларын сыз сасыған қара көлеңке бөлмесінің төрін ұсынды. Бөлмеде түк жоқ. Еденге үй иесі берген ескі кілем төселіпті. Бұрышта бір көрпеше мен жастық қана қараңдайды. Маржан сол жұқа көрпешені төрге төсеп, енесі мен балаларын отырғызды. Не істерін білмей, бір отырып, бір тұрады. Шай қойып, дастархан жасайын десе, үйде түк жоқ. Осы қазір ғана олар келер алдында соңғы тиынына ролтын кеспесіне нан батырып жеп алып еді. Ал таныстарынан, туыстарынан алған қарыз ақшасын таусылған. Ертеңгі жұмысына баратын тек жол көресі ғана қалып еді қалтасында. Келіннің күйін сезген апа, қап, картішкемді алып кетпеппін ғой, Тұрсынның үйінен ашуланып шығып кете беріппін деп қалталарын сипай берді. Осы кезде еш ескертпей, баса көктеп үй иесі кіріп келді. Амандық саулық жоқ, түрі суық апа екен. Маржанға оқты көзімен қадап тұр. Бұлар кімдер дегендей. Енем ғой, балаларды әкеліпті деп күмілжи берген оған. Өзің жайғаспай жатып, қонақтарыңа жол болсын. Не деп айтып едің? Бір өзім тұрамын демеп пе едің? Келісім қайда? Деді зірк-зірк етіп. Кетеді ғой, жай бірер күнге қонақ болып, деп міңгірлеген Маржанның жағдайы неткен аянышты еді. Сендер сөйтесіңдер, бір-екі күн қонақ деп алып, бүкіл әулеттеріңмен көшіп кіріп аласыңдар. Су мен газдың соры ғой бұлар. Сен төлейсің ба ертең? Давай ертең шығарып сал қонақтарыңды. Топырлағандарыңды көрмейтін болайын деп қайта шығып кетті. Мынауың қайтеді-ей, қалай сөйлейді? Есі дұрыс па? Неменеге үндемей қалдың, Маржан? Бір әдемі жап-жаңа үйін жалға беріп қойғандай сөйлейді ғой мынауың. Сасыған лашығын сонша қорып. Ойпырым-ой, адамдар не болып кеткен деп оның ізінен Жазгүл апа сөйлеп қалды. Сол-ақ екен, есік қайта сарт ашылып, әлгі апай қайта кіріп келді. Сасыған лашық дейсіз бе? Өзіңізде осындай лашықта жоқ қой, деді сұрланып. Ұрысқысы келіп, желпініп тұр. Немене, ұрсуға келдің бе? Қой айналайын, сенімен айтысуға шамам жоқ, деген Жазгүл апа қолын сермеп, оған кет дегенде есікті нұсқады. Сіз кімсіз маған бұлай сөйлейтіндей? Кетші бар. Кетпеймін ал. Өз үйімнен қумақсың ба? Кетпеймін. Мынаны қарасай, кетші бар дейді ғой, деген үй иесі апаны сенсіреуге көшіп кетті. Қор болған өмір-ай, кең дүниенің еш жеріне сыймай-ақ қойды бұл екеуі. Туыстарына тіпті ең жақын жандарына да, енді мынау қайдағы біреудің жаман тамына да сыймай, ене мен келін көше кезіп келеді. Екеуі екі баланы жетектеп алған, қайда жол алғандарын өздері де білмейді. Аузынан ақ ит кіріп, қара ит шыққан жайпауыз әйелдің жаман үйінен алыстаса болғаны. Ертерек кетіп қалғысы келеді бұл маңнан. Шіліңгір шілде далада, аптап ыстық шыдатар емес. Кішкентай екеуі су сұрады. Жарты жолға келгенде олардың қыңқылын естіпеген сыңай танытып, ене мен келін келеді сүйретіліп. Қап, картішкемді алып шықпағанымда, деді Жазгүл апа тағы да. Пәтерақының қалған ақшасын милиция шақырып болса да қайтарып алуым керек дейді. Әлі уақытымыз бар еді, деді Маржан келін. Қарным аш, су, деді кішкентай екеуі. Олар жүріп келеді, бағыт белгісіз. Қала шеті болғандықтан жаяулатып болса да орталыққа жетіп алу керек. Ары қарай бір мәнісі болар. Анда-санда зу-зу етіп өте шығатын көліктерден де басқа айналада тірі жан жоқ. Азып тозған, арып ашыған қос ана мен қос бала жол жиегінде кәрі түттің түбіне келіп отырды. Жазгүл апа, толмай жатып толдым деме, болмай жатып болдым деме, деп бекер айтпапты-ау. Жасарымды жасадым, болдым, толдым деп ойлаппын. Кім біліпті бұл күйге түсінетінімді, деп ауыр күрсінді. Мен өзімді кінәлі санаймын апа. Сіз дұрыс айтасыз. Менің пейілімнен ғой. Қасенді қинап қойдым. Оған жаным ашымады. Жағдайын ойламадым. Судың да сұрауы бар демекші, Қасеннің бар табысын көзіне қарамай шашып едім. Міне енді барымыздан айырылып отырмыз. Түгіміз жоқ апа. Мынау екеуіне су әперетін тиынымыз да жоқ қой апа. Не істейміз енді, деп Маржан жылап жіберді. Жазған-ау, сенің еш кінәң жоқ. Мен ғой, мен, баламның басын жалмаған. Тып-тыныш отырсам ше, тілеулеріңді тілеп. Бұл жағдайға түспес пе едік? Мен өзімді кінәлаймын. Кейінгі кезде баламның жағдайын бір сұрамаппын да. Бір жылы сөзімді аяп, рахметімді айтпаппын ғой. Өкінемін қазір, деп Жазгүл апа жаулығының ұшымен көз жасын сүртті. Бір кезде олардың жанынан өтіп барып, анадай жерге су жаңа шетел көлігі келіп тоқтады. Көлік ішінен шырттай киінген, қара көзілік таққан бір еркек түсті. Ақсаңдай басып, бері қарай жүріп келеді. Жүзі таныс па, қалай өзі?
Ол жақындаған сайын Маржанның жүрегі сыртқа шығып кетердей атқақтап соғуы жиілеп кетті. Жазгүл апа, бісміллә деп қайталай берді. Бір аяғын сылти басып, жақындаған әлгі еркек қара көзілдірігін шешіп күлімсіреді. Міне Ғанибет күлімсіреп құшағын ашып еді, мынау әлем жап-жарық, жып-жылы болып кетті. Күн көзі дәл төбеде шақырайса да, бұлардың әлемі тас қараңғы, мұздан суық еді дәл қазір. Іші қараңғы құбырдың ішінде жарығын жылтыраған саңылау таппай сандалып келе жатыр еді ене мен келін. Олардың көзі шағылысты, екеуі де көздерін уқалады. Байғұс жүрек осыншама соққыға төтеп бере алмай, о дүниеден бірақ шықтық па дегенде екеуі де түсінбей тұр. Қалай сонда? Иә, Қасен ғой бұл, Қасен, денесін ағын су ағызып алып кеткен деп өлдіге санап қойған Қасен ғой бұл. Ол өлмепті, ол тірі, сылтып басса да бұлардың қасына ол өзі келіп тұр. Рақымына бөлеген, я Алла, барды беріп бір сынағана, я Алла, барды алып тағын сынағана, я Алла, құдіретің неткен шексіз еді. Балам деп ұлының құшағына ұмтылды Жазгүл апа. Жаным деп Маржан да ұмтылды күйеуінің құшағына. Папа деп екі кішкентай да жүгірді әке құшағына. Қасеннің құшағы кең, бәріне жетеді. Пейілі қандай кең болса, құшағы да кең ғой оның. Олар жылап көрісті, өксіктері тыйылар емес. Қасеннің көліні қаққан қалталы бір дөкейдің мас күйінде көлікке отырған жалғыз ұлы еді. Есірген ұл әкесіне хабарласқан, қолында билігі мен байлығы бар адамға бұл тірліктің ізінде қалдырмай жуып жіберу не тұрады дейсің. Жол жиегінде арырақта ағып жатқан өзенге қираған көлікті лақтыра салу түк емес. Қанға боялған Қасенді де сол суға тастамақшы еді. Бірақ есін жиып, ыңыранған оның әлі де тірі екенін көріп, дөкейдің мейірімі оянған. Сол дөкей Қасенді шалажансар күйінде қала шетіндегі ешкім білмейтін жасырын үйіне жеткізген. Дәрігерін де сол жаққа шақырған. Мені түсін, қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым болды ғой бұл бала. Осымен бұл жағдай екінші рет қайталанып отыр. Бұрынғысында адам өлімі болған. Ол жағдайда әбден шығынға батып, әрең жауып едім. Сыртқа таратпай заңға жеткізбей. Басқа да бүлдірген тірліктерін айтпай-ақ қояйын. Жалғыз баламнан да тірідей айырылғым келмейді. Қайтемін енді. Өз қолымды өзім кесе алмаймын. Мені түсін. Аман қалдың ғой. Сенің толық еміңді мойныма аламын. Жаңа көлік сатып алуыңа да қаражат беремін. Мені түсінгенің үшін қосымша тағы да қомақты ақша беремін. Бұл жағдайды ешкім білмейтін болсын. Басқаларға басқалай түсіндірерсің. Мені түсін деген еді дөкей Қасен есін жиғанда. Мұныңыз қалай? Жалғыз ұлыңызды жөнге сала алмай, басқаларға қалай ақыл айтып жүрсіз? Былыққа батып жүріп, қарапайым халыққа заңға бағыну керек деп қалай талап қоясыз? Кешіріңіз, мен сізді түсіне алмайды екенмін. Ұлыңыз мынау түрімен әлі қанша адамды қағып өлтіру керек сонда? Заң алдында бәріміз бірдейміз деп еді Қасен тамағы қырылдап. Орнынан тұрып, кетіп қалғысы келген, бірақ оң аяғы санынан төмен жоқ. Денесіне де көтере алмайды. Қабырғалары да сынған ба, қимылдаса бүкіл тәні ауырып, жаны көзіне көрінеді. Аяқтан айырылса да, бас пен тілден айырылмағанына да шүкір. Өзін солай жұбатты ол. Дөкей Қасеннің жанына дәрігерді отырғызып кеткен. Күні-түні сол дәрігердің бақылауында. Обалы не керек, жақсы қарады. Бірақ қылмыстан тағы да жалтармақшы бұлар. Қашанғы осындайлар тайраңдап жүреді. Кім еді бұлар сонша? Жазасын алу керек. Заң алдында жауап беруі тиіс. Қасен осылай ойлап еді. Шешімінен қайтпай, дөкейді түсінуге тырыспап еді. Бірақ дөкейдің де өз жоспары бар ғой. Қасенді келісімшартқа келіспей, бұларды жерден босатпайды. Уақыт өте сабасына түсінер мені деген сенімі басым болды дөкейдің. Солай күн артынан күндер өтіп жатты. Қасен өздігінен жүріп тұра алмағандықтан сыртқы өмірден хабарсыз болды. Ем алып жатты қаншама уақыт. Бірақ қашанғы жағдайын жақсы жасап жатса да, өзін түрмеде жатқандай сезінді ол. Бұған ешкіммен хабарласуға мүмкіндік бермеді. Дөкейдің жағдайын түсінген жағдайда бұл бостандыққа шығады, қомақты ақшамен. Қасен бала шағасын, әке-шешесін ойлап, олардың нендей күйде екенін білгісі келді. Сағынды. Еркі өзінде болса, баяғыда қауышар еді олармен. Бара алмады, шыға алмапты. Алтын тордан денсаулығы да қалпына келу үшін көп уақытты талап етті. Оның үстіне бір аяқпен қалай жүрмек? Бірақ дөкейдің оның жолынан да қарастырып қойған. Мені түсінсең, жасанды аяқты да сатып алып беремін деп еді.
Дөкейің де тегін адам емес қой. Қасен сияқтылардың талайын көрген, талайының шәпкісінен теріс айналдырып әккі болып алған. Уақыт өте келісімге келеді деген сенімі басым болды. Ал көзін мүлдем жойып жіберуге баяғыдай тамшыдай мейірімі жол бермеді еді. Онсыз да біреуді ажал құштырған, ары анда-санда қинап қоятын. Қасенді емдеп, аяққа тұрғызып жіберсем, әрі алдында аяқталармын деген ойы да бар еді Дөкейдің. Міне, сөйткен ол әліптің арты бақты. Қасеннің ақылға келуін асықпай сабырмен күтті. Ал әйелі мен анасының балаларының соңғы жағдайынан Дөкей арқылы сырттай хабардар болғанда, Қасен амалсыздан келісті. Оның бар талаптарын орындады. Ешкімге бұл тірлік жайында ештеңе айтпады. Тіпті бірі танымайтын жандардай болуға келісіп қол алысты. Келісім шартқа отырды. Дөкей оған көп ақша берді. Ол берген қаражат үй мен көлік сатып алуға, тіпті кәсібін ары қарай дөңгелетуге де жететін еді. Мен әлі де бұл дүниеде жер басып жүре тұруым керек екен. Жағаға шығып қалған жалашансар мені бір малшы тауып алып, қырдағы үйіне жеткізіпті. Сол жақта емдеді ұзақ уақыт. Өзімен келген соң, бұрын тірлік жасаған жандармен есептесіп, тиесілі қаражатты өндіріп алдым, деді Қасен бәріне. Бардың қадіріне жете алмай, асып тасыған енемен келін тәубесіне түсті солай. Тәубеге келу үшін міндетті түрде барды жоғалтып, немесе тағдырдың таяғын жеу шарт емес шығар, ойланайық.